келесі мысалымыз бірнеше дұрыс жауабы бар тест тапсырмаларын қарастырайық. Бұл жерде берілген функциямыз fx-тен 4x азайтылған x квадрат, ал x0 нүктеміз 4. Яғни жаңағы тесттегі оңай жолмен қарайтын болсақ, берілген функциямыздың 4-тегі мәнін есептейміз. 4 көбейтілген 4, яғни мына x-ның орнына 4-ті қоясыздар. Сонда 4 көбейтілген 4 азайтылған 4-тің квадраты. Сонда 16-дан 16-ны азайтатын болсақ 0 болады. Енді жауаптардың ішінен ответі 0 шығатын жауапты таңдаймыз. Біріншісін қарайтын болсаңыздар, y-тен -4 бұл дұрыс жауапқа жатпайды. Екіншісіне x-ның орнына 4-ті қоятын болсаңыздар, 4-ті 4-ке көбейтсек 16, оған 4-ті қосатын болсақ, бұл жерде 20 шығады, яғни бұл да дұрыс емес. Үшіншісіне қоятын болсаңыздар, -16, бұл жерде де дұрыс емес. Төртіншісіне қоятын болсаңыздар, 4-тен 4-ті азайтамыз, онда 0 шығады, яғни бұл жауабымыз дұрыс. Келесі жауапты қарайтын болсақ, 4-ті 4-ке көбейтсеңіздер 16, 16-дан 16-ны азайтсаңыздар 0 болады. Яғни бұл жауабымыз да бізде дұрыс. Келесі жауапты қарайтын болсаңыздар, 16-дан азайтасыз 16-ны 4 шығады, яғни бұл да дұрыс. Келесі жауабын қарайтын болсаңыз, 16-дан 4-ті азайтамыз, бұл 12, яғни дұрыс емес. Келесі 16-дан 4-ке көбейтетін болсақ 64, 64-тен 4-ті азайтатын болсаңыздар 60, яғни бұл да дұрыс емес. Сонда сіздерде дұрыс жауап 3 жауап шығып тұр. D, E және F деген нұсқаларыңыз дұрыс.